Өйткені біздің билікте де сол ЛГБТ-ның өкілдері бар, өкінішке орай. Үкіметте де, Ақордада да. Парламентте. Парламентте де бар шығар деп ойлаймын. Қимылдарына қарағанда. Сіз үкіметте бар екеніне сенімсіз. Иә, сенімді. Мен фамилияларын да білемін. Ақордада. Ақордада да бар. Болатын бұрын, қазір білмедім. Болатын бұрын, қазір білмейсіз. Қазір білмедім ол. Өйткені мен өз жаққа қарым-қатынасым өте аз. Кезінде енді қызмет бабында болатында кемінде айына бір рет барып тұратынбыз да ол кезде. Бұл азаматтардың қатары көбейіп жатыр ма, сіз қалай ойлайсыз? Енді өкінішке орай олар бір-бірін біледі ғой, бір-бірін таниды, бір-бірін қолдайды. Аз болса да. Бір-біріне жәрдем жасауға ешкімге білдірмей сондай бір әрекеттерге барады. Сондықтан олардың саны аз болса да, бірақ та қолдарынан келетін нәрселері бар. Өкініштісі. Алматы әкімдігі бірінші болып рұқсат берді. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Біз жол бермеуіміз керек. Жалпы мен ойлаймын, мұсылмандық дін бар біріншіден де, ал діннен былай қойғанда өзіміздің қазақы дәстүрлеріміз бар, қазақы біздің неше түрлі ата-бабамыз аманат еткен өзіміздің жеті жарғымыз бар, тағы басқа. Мен ойлаймын, сол төңірекке біз елімізді жаңғыртуға, жастарымызға насихат жасауға біз қимыл жасауымыз керек.